болсын арқадағы барша халқым, сақтаған әдет-ғұрпын, өнер-салтын. Сәлем беріп кетейік баршаңызға, таныстырып өтейін бұл отбасым. Мынау менің қызым Аяру. Мынау менің анам Айдана. Мынау менің әкем Бертай. Біз бүгін отбасымызбен бірге шебер әке, өнерлі ана, еңбекқор бала атты сайысқа қатысып жатырмыз. Біздің дәріптейтін ұлттық киімдеріміз, яғни сол ұлттық киімдерді барша халыққа дәріптеп көрсету. Қызым, мынау сенің үстіндегі көйлек ұлттық киімдерге жатады. Сен тағы да қандай ұлттық киімдерді білесің? Тақия, сапан, тәжеке, камзол. Жарайсың, қызым. Біз бүгін мен саған осы тақырып бойынша мектепке киіп баруға ыңғайлы заманауи үлгіде белбемше мен камзол тіктіргім келеді. Сен маған көмектесесің ғой, иә, қызым? Иә. Ендеше бізге мынандай заманауи үлгідегі қазір киімдерді тігетін пайетка дейді ғой. Сондай қажет болады. Сен маған осыларды беріп отыр, жарай ма? Қызым, мынау қазақтың ұлттық аспаптарының бірі домбыра. Бұны домбыраның өзі әр бөліктен тұрады. Мысалы, мынаны домбыраның құлағы деп айтады. Ал мынаны домбыраның тегі деп айтады. Мына екі жолақты домбыраның ішегі деп айтады. Мен саған қазір осы домбыраны қалай тарту керектігін үйретемін. Менің дайындаған киімім дайын болып қалды. Ендеше саған кигізіп өлшеп көрейік. Қызым, біздің қазақи нақыштағы оюлармен өрнектелген мына киіміміз дайын. Сабаққа әбден киіп баруына болады. Отағасы бір ән айтпадық па? Айтайық. Қайта оралды қазағымның бүгін дәстүрлері ағай. Көптен күткен қазағымның асыл арманы еді ай. Берекелі қазақ елі, мерекелі дәстүрлері сақталуына қазағымның ежелгі. Шілдехана бесік той тұсау кесір